Сәлем достар, бүгін мен сіздермен картоп пюресін дұрыс жасаудың жолымен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға су құйып отқа қоямыз. Суымыз қайнағанша картоптарымызды аршып, жуып, тазалап, турап аламыз. Туралған картоптарымызды қайнап тұрған суға саламыз. Егер картоптарымызды қайнап тұрған суға салатын болсақ, оның дәмі суға тарамай, барлығы бойында қалып, дәмді болатын болады. Және баяу отта картопымыз езілгенше пісіріп аламыз. Міне картопымыз пісіп шықты. Мен картоптың суынан түбіне 1-1,5 см алып қалдым. Және барлығын картоп езгіштің көмегімен езіп алдым. Одан соң бір ас қасық сары май қосып, тағы да езіп араластырамыз. Және ыстық сүт құямыз. Сүтіміз міндетті түрде ыстық болу қажет. Сол кезде картоппен жақсы араласып, екеуі күшті дәм беретін болады. Ең соңынан дәміне қарай тұзын салып, тағы да езіп араластырып аламыз. Міне картоп пюреміз дайын болды. Осы әдіспен жасап көріңіздер, картоп пюрелеріңіз өте дәмді болып шығады. Кез келген тұздықпен, котлетпен ұсынсаңыздар болады. Мен бұл жерде қызанақ соусындағы фрикаделькамен ұсындым.